Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жасалуы оңай әрі дәмді шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші 3 жұмыртқаны шұңқыр ыдысқа осылай жарып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық шекер қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 1 келкі масса шығуы керек. Үстінен жылы сүт құямыз. Сүтті 2 бөліп құйған дұрыс. Үстіне шым-шым тұз. Және де 1 ас қасық сары май қосамыз. Ұнымызды да 2 бөлікке бөліп, салмамызға саламыз. Араластыра отыра екінші бөлігін саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қалған сүтімізді құямыз. Массамызға 1 ас қасық пісте май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйін болмау керек. Қызып тұрған тапамызға пісте май жағып шығамыз. Себебі бірінші құйған құймамыз жабысып қалмау керек. Осылай видеодағыдай етіп, тапамызды айналдыра отыра 1 келкі алып құймамызды құйып шығамыз. Құймамыздың беті осылай пісе бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Құйманың екінші беті бірінші бетіне қарағанда өте тез піседі. Сондықтан да астын қарап отырыңыздар. Мен осылайша барлық құйманы пісіріп шықтым. Осылайша біздің құймамыз дайын. Менде 12 штук шықты. Сіз де өзіңіздің салған салмаңызға қарай саны әртүрлі болуы мүмкін. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Менің қызыма өте қатты ұнады. Құймаңыздың салмасын өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Мен осылайша сгущенка қосып шықтым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды қосып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.